Сұрасың ба? Жоқ. Чернеевка. Кетті 60 теңге кетті қандай? Теңге жоқ болса доллар бар шығар. Жоқ, вообще теңге жоқ. Тегіне апарып тастайын жүндер. Ассалаумағалейкум достар, менің аты жөнім Данияр Сұлтан. Менікі Лесхан Омархан. Біз Лесхан екеуміз алғаш рет шетелге Францияға шыққанына байланысты өте қатты ұнап қалды. Сол себепті Лесхан екеуміз ақылдаса отырып, бүкіл әлемді автостоппен ақшасыз саяхаттауды жөн көрдік. Біздің алғашқы сапар Алматыдан Шымкентке, Шымкенттен Ташкент, Самарқанд, Бұхараға жету мақсат. Дайындық барысында біз Canon 80-ді алдық және Sony X3 2 Powerbank және флешкалар. Тамақтан бір күндік заттар алдық. Қазақстан шоколад, су, тағы да консервалар алдық. Біздің настроеміз өте керемет. Ендеше біз бастаймыз. Так, достар, біздің турымыз осымен бастайын деп жатыр. Мынау біргем дүниеде жетісіп жүрген ешкім жоқ. Автостоппен барады еді Шымкентке қарай. Шымкент. Иә. Автостоппен қандай возможности бар? Братан, Шымкентке дейін автостоппен кетіп барады. Қай жерге дейін алып кете аласыз, алып кете аласыз ба? Да. Сен жетіспей тұрасың күн. До Шымкента сможете подбросить автостопом? Қолдан келсе бір күні қол жеткізем саған. Шымкентке жету керек аға. Ақшасыз. Ақша жоқ. Ассалаумағалейкум. Әлемді аралап жатыр автостоппен. Ақшасыз, брат. Алып кетші, брат. Біз негізі ары қарай Ташкентке, Бұхара, Самарқандқа баратырмыз. Лучше жұмыс істемейсің, жатыр. Теңге болсын тамақ ішсін деп мен адам алып кетемін да, сендер автостопты өлтіріп жүрсіңдер. Өзіңіз қаяқтан боласыз? Шымкенттен. Бұлар жұмыс істепші, айлығын жеткізе алмай жүрді бала шағасына. Жаңа қатыны жұмысқа шығып кетті, баласы өртеніп кетті кеше Астанада. Осы кетіп баратқаннан кейін енді мақұл деп тоқтап қойғаннан кейін. А то бәрі 1000 теңге, 2000 теңге беріп жатқан. Да? Иә, астына алып кетіп. Таразға 1000 теңге, Шымкентке 2000 теңге алып кетіп жоқ. Түстенуге келдік, әзірге бірінші түстік. Осындай каша, рисовый каша, говядинамен. Бізге ас болсын. Шымкентке дейін енді прицеппен барамыз, газельмен. Больше 3, короче, просто попсуем газ. Здравствуйте, мы путники, ищем ночлег. Где мы можем вообще, куда можем пойти? У нас денег нет, короче, мы в Самарканд вообще. Сейчас бесплатно, не знаю. Ya endi bularga hech narsa kerak emas deydi, bor. Anov bor, nima deydi? Bitta ko'rpacha, yanov bor. Uxlash kerak bizga. Отрубиться. Да. Там тоже так не густо, но когда ты как там, можно пойти поспать. Чай будете? Можно попить, да, чуть-чуть. Мы можем же, да, здесь перекусить? Да перекус. Каша. Рисовая с говядиной. Это продолжение той каши. Bular anov ekan, это sherali. Anov nima deydi? O'zbekiston Buxoroga borib,
Almatı'dan çıktı. Bu Karaka tekin var, tekin keladigan adamlar ekan. Kechqadrom. Shunga aytib kvartiraga молодец debdi. Kvartiraga olib tashib ketaman. Dostlar, bizde trapga uyni aparga keldi. Қазір екеуміз бара жатырмыз. Беловодка ауылында. Заходи, не разувайся, заходи. Человек. Это самое главное. Главное. Заходите. Так, там Бог или как? Что говоришь? Бог или как? Да, он туда разувается, туда. Куда? Да, внутрь туда заходи. А, все, понял. Все, спасибо большое вам. Спасибо. Ну что, друзья, вот и завершился наш первый день. Нас приютила та женщина, которую мы встретили ранее, и она нам дала ночлег. Мы здесь будем ночевать и утром снова отправимся в путь. Достар 700 километрді автостоппен Беловод ауылына дейін келдік. Мұндағы енді жаңағы алдында көрген әйел біздің үйіне алып келді. Өте керемет емес, шыны керек. Біз мұндай адамдардан бұндай күткен жоқпыз. Енді бірінші шыққан неміз ғой, автостопымыз ақшасыз. Бірақ бұл жердегі эмоция, бұл жердегі сезім енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бізде бағана алып келген кісі бар ғой, бізді алып келген ол айтты да. Короче, сендердің орнына 3 теңге тапсам болады дейді, бірақ сендерді алдым каким-то образом білмеймін дейді. Бірақ бізді алып орта жолдан кейін тағы бір машинаны алып та, одан 10 теңге клиент алды. Соны, короче, ойлап отырдық, сонда бізді алғаннан кейін ол тегін. Ол одан кейін 10 теңге клиент алды. Бұл айтқанда жақсылық істесең айналып келеді. Екі есе. За благодарность казахстанскую шоколадку сейчас оставим. Сюда. Қоямыз? Қай жерге қоясың? Аяқталды, міне таңға жоқ, біз Черняевскийге баратырмыз, Лесқан екеуміз. Бірінші қазір Колосқа жетеміз. Одан кейін Черняевкаға жетеміз. Потом границада өтеміз, Ташкентте боламыз. Путники без денег. Ақшасы, брат. Автостоп. Қолысқа дейін. Ақша жоқ автостоп. Саяхатшымыздан Өзбекстанға барып қонған автостоп. Рахмет. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, брат. Біз ақшасы саяқтап жүрген, Қолысқа барып көргеттік. Алып тұресіз ба? Нормально одетые, хотят на нас заработать, а у нас денег нету. Алматыдан келе жатырмыз, аға. Но там трудновато вам будет на Колосе, я вам скажу, уехать. Колосе, да? А? После Колоса? Да. Ну, в сторону Черняев. Почему? Там в основном таксисты все. Работы мало получается. Ну а почему каждый второй таксист? You're just my universe, just my universe. You're my unique words, by my simple words. Songs billion, no Tony, no girls. Be my only one, be my universe. Черняевкаға ақша жоқ, жету керек сол жаққа. Черняевка ма? Иә, ақша жоқ. Алып баратса? Солмайым. Уалейкумассалам. Онысы? Алып баратса? Екеміз, иә, екеміз, мына жігіт екеміз. Неге ақша жоқ? Алматыдан сөйтіп бара жатырық, Алматыдан сөйтіп бара жатырық. Алматыдан? Иә. Қай барасыңдар? Черняевка. Екеміз. Алматыдан ма? Теңге жоқ бірақ. Төлесін. Жаңағы күнде адам бар еді ғой, елмекте. Қайға барады екен? Ол неше қайға барасың? Қайға? Біз сұрасың ба? Жоқ. Әшін тұр. Абар қайға барасыңдар? Черняевкаға. Кетті алты үстіңе кетіп қандай жүр? Жоқ, теңге жоқ вообще. Екеміз ғана. Адам жоқ. Жоқ, Алматыдан келе жатырмыз. Жайға қанша ұқсасың Алматыдан? Жай емес.
Казур. Черняевкаға аға. Теңге жоқ. Теңге жоқ болса доллар бар шығар. Жоқ, вообще теңге жоқ. Теңге апарып тастайын шындар. Жалпы арасса точно ақша жоқ. Болды ғой ақша жоқ болса. Жүріңіз, Ақша не керек бар? Кеттік. Теңге апарамын, жетсін. Черняевкаға неше жүрсіңдер? Екеуміз мына жігіт екеуміз. Біз Өзбекстанға, Бұхараға барып жатыр. Кеттік оны. Қай жерге? Черняевкаға. Границаға барып, иә. 1000 теңгеден беріңдер, сразу кетеміз. Теңге жоқ аға. Ақшасыз. Автостоппен Алматыдан келеді. Бұхараға барады. Ақшасыз. Қайға дейді жігіттер? Черняевкаға барады, даже Бұхараға барады, автостоппен келеді. Түсіндің бе? Ақша жоқ. Ақша қақта? Ақша жоқ. Алған жоқпыз ақша. Ақшасы жоқ. Енді? Соны жету керек. Енді кім апарады ол жақтан? Әлі ғой, ол жақтан кепсіңдер, бұл жерден ешкім тегін апармайды. Мен сапармасаң басқа Жоқ, қанша бұл мен емес. Қазір. Қанша осындар? Екеуміз ақша жоқ. Ақша жоқ аға. Черняевкаға барамыз аға. Бізде теңге жоқ. Автостоппен жүрік. Сол осы жерден ұстайық онда. Надо с Черняевки нету, говорит. Ну, нам надо подальше стать, по идее. Здесь уже люди стоят. Сейчас по-любому басқа адамды алып кетеді, ақшасы бар адам. Мы автостопом едем. До Черняевки подбросите нас. 500 теңге. У нас нету денег. Почему нет? Автостопом, ну, на нуле. Давай. Рахмет большой. О, мне. Да. Если вам нужно будет подобрать, мы... Hiç ақша жоқ ма қазір? 0 теңге. 0 теңге. Тамақ не болады? Тамақ сұрап жүрміз. Жаңа қиналасыздар. Неге? Ол жақта бермей ма адамдар? Енді олардың өздері жағдайлары жақсы емес қой. Сізде, например, алдыңыз ғой? Сіз сияқты адамдар бар ғой енді, жаңағыдай. Иә. Сіз өзіңіз осы Шымкенттенсіз де? Или? Ауғанстаннан көшіп келдік. Афганистаннан ба? Ауғанстаннан. Бірақ этнически өзбексіздер, иә? Жоқ, қазақпыз. Қазақсыз ба? Қалай жағдайларыңыз істеп жатыр ма сонда? Жоқ, оралып келгенде деймін да, өкімет сәл... Жоқ. Көмек бермеді? Тек қана документ, паспорт берді болды. Гражданство алдыңыздар ма? Ал былай, Ауғанстанда қазақтар көп па? Ауғанстанда көп қазақ. Қанша, шамамен қанша қазақ бар? Қазір болса керек 800-700 мың. 800-700 мың, почти миллионға жақын жуық, е? Миллионға жақын қазақ. Қазақтар қалай вообще өмір сүріп жатыр? Жақсы ма ол жақта жағдайлар? Жақсы, жағдайлар жақсы, иә. Қазір бұрынғыдай ол жақта не жоқ шығар, соғыс бірдеңе деген. Соғыс бар. Бар ма әлі? Бұрын жақсы еді ғой, соғыс мысал, сен қалада едің, соғыс мына жерде болар еді. Білер едің, соғыс қай жерде. Қазір білмейсің ғой. Қалада жүргеніңде, бір теңге істеп жүргеніңде келіп бомба патлатып жібереді. Бомба жарылып кетеді, иә? Қай жерге өліп қалғаныңды, қайда өлесен білмейсің ғой. Ана соғыс жаман болып кетті ғой Ауғанстан. Енді көшіп келді ғой мына жаққа. Ауғанстаннан. Негіз ең жер Қазақстан. Ең қандай жер дейсің? Үлкен ба? Жоқ. Закон жоқ дәулет. Закон деген нәрсе жоқ Қазақстанда. Закон, иә. Барысы ақша. Ақша бердіңіз ма болды. Адам өлтірің. Пара ма? Иә. Адам өлтірің, $10,000 берің болды бітті. Достар, біз Черняевкаға бара жатқан жолда бізде Мұхаммед Юсуф деген ағамыз үйіне алып келіп, мұнда өзінің теплицасын көрсетіп, қазір бізді тамақтандырып, Ташкенттің границасына дейін апарайын деп жатыр. Енді не болса тамақ енді. Деқан тамағы бар. Теплицаның басында тамақ дәмі жақсы болады. В Ташкент только заезжаете, да, в Узбекистан? Онда телефондарын өшіріп тастайсыңдар ғой, границада нельзя телефон включен, кстати. Потом уже подключите. Ладно, давайте, удачи вам. Как время будет, мне вас Все, у меня после этого где-то 5 дней связи не будет. Я еще интернет ашықсам, жазып тұрамын. Стекловный казах? Он тоже не похож, да?
по-моему, вы больше на казаха похож. А я казах. Да? Чистый, да? Чистый казах. А чё, ну, в Казахстане чё? Чё казах? Не живете? Зачем Казахстан? Или вы здесь выросли? Нормально. А? В Узбекистане мне хорошо. А, в Кыргызстане? В Узбекистане. В Узбекистане, да? Есіміңіз кім? У меня Нуржан. Нуржан? Ага. А если в Казахстане жили, в каком городе жили бы? Я? Да. В Алмате. Да? Больше нет, да? В Астане можно, но холодно там. Я был в Астане. Ну, деньги когда будете тратить? Или вообще не? Ну, если было, потратили. Экстренный случай, да? Нет, нет, у нас без денег ходим. Карточка Вы есть? не так поняли вы. Нет, карточка и денег нету. Я вас понял, ну, все равно заначка должен быть. Это у людей, у всех такое мнение, короче. Да, да. То, что деньги должны быть, заначка должна быть и так далее. Нам 5 дней вот до Бухары доехать и обратно все посмотреть. Бесплатно. Да? И что там скажете тебе? Мы не скажем, мы покажем все. То, что вот есть люди, которые можно и без денег путешествовать, даже в Узбекистане. Есть люди, которые могут вам помочь. Нет, почему туристов мы зовем? Ага. Чтобы они деньги. Ну. Чтобы это. Да, деньги да. нам зашли. Да, да. Но здесь суть в том, что люди-то ограничивают себя из-за денег только. Ну, типа, я вот не могу поехать в ближайшие страны, потому что у меня нету денег. Нет, в Узбекистане хорошие люди много. Если ты голодный, тогда так просто. Тоже подумайте, он тоже покупает это. Да, да. Ну, это понимание есть этого. Я тоже, если по пути я вас забираю. Да, да, да. Если по вашему по маршруту уже я. Ну. Зачем мне тратить? Сами подумайте. Ну, есть люди, которые действительно вот, Ну, может, поможет. Да. Вдруг там у вас что-то наркотики, контрабанда какой-то. у вас проверили сумки все? А? Проверили же сумки. Через границу. Я же не видел, что вы границы запишете. Ну здесь. Может, объезд какой-нибудь. Все может быть? Да. Эмир Тимур, где вот этот есть памятник, нам туда надо. Да, я. Центр, прям центр здесь. Где гостиница Узбекистан. Примерно сол жаққа. Я черту. Пол жоқ, 0. Алматыдан 0 теңгемен шыққанбыз ол жаққа дейін. Ақша жоқ. Автостоп 0 теңге. Бесплатно. Атың кім? Махмуд. Ағам бар Алматыда. А? Ағам бар Алматыда. Ағаңыз бар ма? Қазақ, ақыспын мен. Қазақсыз ба? Қазақсыз ба? Қазақтар көп екен ғой мына жақта. Жаңа бір кісі ол жаққа дейін алып келді ғой, қазақ тоже, Нұржан деген. Қазақстан жалпы ұнай ма? Ұнайды ғой. Барам өзім мамамды беремін. Қалай Өзбекстанда жағдай былай жақсы ма? Қазақтарды қалай нормально жақсы көре ма енді? Сыйлай ма негізі? Типа қумай ма? А? Bizim oldu жақсы. Бәрін болады. Ташкент қаласының мешітінен, медресесінен шығып, мынау қай көше еді мынау? Бұл Алишер Наваи көшесі. Наваи көшесіне тіке осы Ташкентке келіп бір байқағаным, мұнда өте таза екен. Шыны керек біз бағана Наваи көшесімен келе жатырмыз. 4 километр болды. Жолда ешқандай артық мусор, артық зат жоқ. Барлығы тап-таза. Сапарымыз 2 сағат бойы жаяу жүрдік. Сонымен Анхор өзенінің жағалауында тұрып қазір. Енді біздің мақсат, бүгінгі мақсат жататын жер тауып, кешкі тамағымызды ішіп, ертең азанда Самарқанд қаласына жол жүру. Жалпы бұл жердің елді мекені орысша сөйлеспейді екен, байқадыңыз ба? Аздау. Орысша сөйлеспейді. Қазақша сөйлесем мүлдем. Аздау сөйлейді. Қарт адамдар орысша біліп тұр ғой. Меня зовут дядя Хусан.
Да? Хасан, Хасан? Да, Хасан. Меня зовут Хусан. А вот как вам здесь живется вообще? Ну вот вы писатель, получается? Вот в этой книге я не совсем писатель, когда меня никто не хвалит, я начинаю хвалиться сам. Ну да, это правильно. Откуда вы? Я из Самарканда. Ого! Мы завтра там будем, и у вас будет шанс. Круто. Ага, откуда? Из Казахстана? Мы с Алматы. Так поняла. Почему? Ну, по-русски заговорили, поэтому. Там завтра будем, кстати. Все, так идем. Қайдан білсін ол? Снимает, не снимает он. Здравствуйте. Вот туристы оказались без денег. Нас возможно здесь приютить или нет? Как без денег? Ну вот. Кредитной карточкой? Нет, ничего нет. Ну, документы все есть, но денег нет. Вы, наверное, шутите. Нет. Ну, автосок не бесплатно, по-моему. Можете? Сам как может быть начальником? Сказать, попробовать просто как-то. Мы можем со скидкой 50% сделать. Это получится $90 по курсу. Ассалам. Мы хотели вас спросить, мы туристы, где здесь можно ночевать, а? Сағат 9:30 болды, Ташкенттеміз. Есхан екеуміз әлі үй таппай жатырмыз. 17 километр жаяу жүріп тастаған екенбіз бағанан бері. Квест. Шынымен айтсақ, Ташкентте үй табу өте қиын. Аяқ деген талып кетті. Казахстан. Бывали? Что? Казахстан. No. Yeah. Hi, Ulrich. Hello. Hi, good. Assalamu alaikum. Tourists. Yeah. From Uzbekistan. No. Kazakhstan. Kazakhstan. Yes. Yeah. Hotel Ulrich. Yeah. Серьезно? Вы на русском разговариваете? Конечно. Come. Okay. I don't know. Come. Okay. Yeah. Have a good night. Yeah, Ulrich. Yeah. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Бүгін Ташкенттегі түніміздің соңы сағат 1:30. Жаңа бірде хостел іздеп жүріп, жаңа қазір осы видеоны көресіз Жапонда. Сол кісіге айттық, түсіндірдік, әйтеуір ағылшыншамыздың бәрін жеткіздік. Біз айттық, туристпіз, автостоппен тегін жүргеніміз туралы айттық, ақшам жоқ екен. Сонымен әйтеуір соның мейірімі ұстап, хостелге ақшаны беріп, бізге төлеп, осы жерге 110 мың сом төлеп, біз осы жерге жатқызды. Құдай қаласа, азанда Самарқандқа, Самарқандқа жолымыз. Қалай сізге бүгінгі күн? Бүгінгі күн біз мынандай тамағымызбен өттік. Тамақ осы жалпы нанға да ақша жоқ. Дәке, рекорд сегодня установили. Қанша жүрміз? Рекорд орнаттым. Короче, 24 мың, қанша жерде? 24 мың 500 шақырымдай жүріп тастаған екенмін. Бұл менің жеке рекордым, жаяу жүрген. Ташкенттегі бірінші таңымыз, бірінші таң асымыз сол баяғы каша говядиной, пресновая. Қазір алға қарай Самарқандқа жолға жүреміз. Приватный дек. Все, ребята. Амалы ақша жоқ.